Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалатын, құрамы да қарапайым заттардан тұратын, бар жоғы 15 минутта дайын болатын өте дәмді, шайға керемет үйлесетін печеньелерді бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ерітілген сары май қажет болады, қант қажет болады, какао және ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. 2 жұмыртқа және разрыхителді осылай дайындап аламыз. Ал енді бастаймыз. 2 жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болғаны дұрыс, алдын ала холодильниктен шығарып қойыңыздар. Енді үстіне қантымызды қосамыз, оның үстіне ерітілген сары майды қосамыз. Шанышқының көмегімен барлығын жақсылап, қантымыз ерілгенше асықпай араластырып аламыз. Құрамындағы заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын жақсылап ерігенше араластырып алдық. Енді ұнымызға разрыхителді қосып, барлығын бірден емес шетінен қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Кейіннен қолымызбен араластырып, қамырымызды илейміз. Өте жұмсақ қамыр болуы қажет. Ұнды артық мөлшерден, төменде жазылған мөлшерден көп қоспаңыздар, себебі біздің печеньелеріміз қатты болып қалады піскен кезде. Сондықтан барынша жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей достар, бізде осындай жұмсақ қамырымыз пайда болды. Қараңыздар, өте жұмсақ біркелкі болып шықты. Енді осы қамырды алып теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Яғни бірдей қылып 2 зуала қылып аламыз. Бір зуаланы осылай жай осы күйінде қалдырамыз, ал екінші зуалаға кішкене какаоны қосып араластырып жібереміз. Какаомен, яғни біріктіріп, қамырды илейміз, сол кезде бізде қоңыр түсті тестамыз дайын болады. Басында осындай бірікпейтін сияқты болып көрінгенмен біздің қамырымыз бірігеді, міне бізде осындай қоңыр теста болады. Мінекей достар, осылай 2 қамырымызды дәл видеодағыдай дайындап аламыз. Енді қамырдың бір бөлігін алып, алғашында осылай қолымызбен, кейін оқтаумен жаятын боламыз. Мейлінше формасын 4 бұрышты, яғни квадраттау қыламыз. Өстіп жаямыз. Қатты қалың емес, не жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқартып жібермеңіздер, және дәл видеодағыдай осылай туралап аламыз. Бізде квадратты осындай формамыз болуы қажет. Енді екінші бөлігінде, яғни қоңыр тестамызды дәл солай дайындап аламыз. Екеуін жақсылап біріктіріп, шет-шетінде бірікпеген жерлерді түзулеп туралап жібереміз де, шетінен бастап осылай рулет тәрізді қылып орап аламыз. Асықпай өрсеңіздер, жыртылып кетпеусін, себебі қамырымыз біздің жұмсақ болады. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз. Енді пышақтың көмегімен шетінен кесе отыратын боламыз. Мінекей бізде осындай печеньелердің формалары дайын болады. Ешқандай уайымдамаңыздар, піскен кезде әдемі болып шығады. Дәл видеодағыдай қолымызбен осылай жасап алатын боламыз. Енді жасалынған печеньелерді пергаментный бумагамызды төсеп противенге қоямыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Бетіне ешқандай жұмыртқаны жағудың қажеті жоқ. Дәл осы күйінде қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Пештің қызуына байланысты уақыты, сондықтан қарап отырыңыздар. Мінекей достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте оңай және тез арада дайын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Әсіресе шай ішкенмен өте керемет үйлеседі және балаларыма қатты ұнады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналым ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Қош сау болыңыздар.